Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары европалық монархтардың қызметінде көрініс тапты? Жаңа заманда адамдар әлемді ақыл-парасат, ғылым және тәжірибе арқылы тануға ұмтылды. Зиялы қауым қоғамдағы өмір сүріп отырған тәртіптерге сын көзбен қарай бастады. Бұл ұғымдар ағартушылық деп, ал білімді адамдар арасында үстемдік құрған сол идеялардың дәуірі ағартушылық ғасыры деп аталды. Ол 17 ғасырдың екінші жартысынан 18 ғасырдың ортасына дейін созылды. Идеялары мен іс-әрекеті замандастары мен ұрпақтарының өміріне үлкен ықпал көрсеткен адамдарды ағартушылар деп атады. Ағартушылық 18 ғасырда пайда болған идеялық ағым. Англиядағы ағартушылық кезең 1680-1780 жылдардағы жаратылыстану ғылымдарының дамуы және таралуымен, дін мен шіркеуді орынды сынауымен сипатталды. Ағартушылық дәуіріне тән идеялардың бірі Томас Гоббс ұсынған табиғи адам идеясы еді. Табиғи адам идеясы бұл буржуазиялық Англияның алғашқы ірі ойшылы Джон Локтың философиясының негізінде жатыр. Ол өзінің мемлекеттік теориясының негізіне халықтың саяси егемендігі қағидасын қойды. Егемендік – мемлекеттің монархиядан толық тәуелсіздігі, халықтың саяси құрылысты таңдауға, аумақтық тұтастыққа, экономикалық тәуелсіздікке құқығы. Франциядағы ағартушылар сословиелік теңсіздікке, ақсүйектер мен дін адамдарының әділетсіз артықшылықтарына, әртүрлі діни ағымдарға және жалған ырымдар мен сенімдерге қарсы болды. 18 ғасырдың бірінші жартысында Монтескье мен Вольтер ең белгілі француз ағартушылары болды. 1748 жылы Монтескье «Заңдардың рухы туралы» деген басты еңбегін жариялады. Бұл еңбегінде ол өкіметті құрудың неғұрлым кең тараған үш түрін көрсетті: деспотизм, конституциялық монархия және республика. Ағартушылық ғасырының аса көрнекті қайраткерлерінің бірі Вольтер. Философиялық хаттар деген кітапта ол католиктік дінбасыларын қатал сынға алып, шіркеулік әдет-ғұрыптар қарапайым халықты қараңғылықта, надандықта ұстау үшін ойлап табылған әдіс дегенді айтты. 18 ғасырда француз ағартушылығының аса көрнекті өкілдері Жан-Жак Руссо мен Дени Дидро болды. Жан-Жак Руссо барлық адам үшін бірдей еркіндік идеясын ұсынды және халық мүддесіне сай келмейтін жағымсыз моральды әшкереледі. 1751-1780 жылдары энциклопедия немесе ғылымның, өнердің және кәсіптің түсіндірме сөздігі шығып тұрды. Энциклопедияның редакторлары аса ірі француз философы Дени Дидро мен атақты математик Жан Лерон Аламбер болды. Оларды энциклопедистер деп атай бастады. Ағартушылық абсолютизм теориясының негізін қалаушы ағылшын философы Томас Гоббс болды. Бұл теорияға сәйкес, адамдардың өмірін жақсарту үшін мемлекетті ақылды, білімді, барлық қажетті кешенді білімі бар ағартушы король басқару керек деді. Ағартушылық абсолютизмінің жақтаушысы Вольтер болды. Белгілі ағартушы монархтар Ресейдің патшайымы 2-ші Екатерина, Австрия императоры 2-ші Йосиф және Пруссия королі 2-ші Фридрих саналды. 2-ші Екатерина өзінің барлық қызметін Ресейдегі ағартушылық кезеңімен байланысты екендігін дәлелдеуге тырысты. Ол Дидроны Петербургке шақырып, энциклопедия басылым жалғастыруды ұсынды. 2-ші Екатерина басқарған уақытта көптеген реформалар жасалып, заңдар шығарылды. Австрияда Мария Терезия және баласы 2-ші Йосиф басқарған жылдары жалпыға бірдей білім беруді міндетті етті. Көпшілікке арналған кітапханалар мен бірнеше обсерваториялар салғызды. 2-ші Йосиф кезінде Австрияда католиктік шіркеудің артықшылықтарын шектейтін бірқатар шаралар ұйымдастырылды. Ең ағартушы басқарушы
Пруссияның королі екінші Фридрих болды. Ол философ король деген атқа ие болды. Оның кезінде алғаш рет мерзімді басылымдар еркіндігін негіздеуге мүмкіндік алды. Екінші Фридрих өзін ғылым мен өнердің қолдаушысы ретінде көрсетті. Ол корольдік операны Берлин ғылым академиясын құрды. Берлинде тұңғыш көпшілік кітапханасын ашты. Екінші Фридрихтің дінге еріктілігі барлығынан асып түсті. Ағартушылық ғасырында шіркеудің қоғам мен мемлекетке ықпалы әлсіреді және ғылымға деген ынта күшті болды. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет туралы идеялардың дамуы ағартушылық ғасырының көрнекті қайраткерлері Гоббс, Лок, Монтескье атымен тығыз байланысты болды. Олардың ойынша, егер үкімет басшылары биліктерін асыра пайдаланатын болса, онда халық көтеріліске шығуға және ондай билеушілерді орнынан алуға құқықты деді.